Саламатсыздар ме, менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге ең жеңіл дайындалатын десертті көрсетейін деп отырмын. Бізге керек 500 мл сүт, 1 ас қасықпен шекер керек, және де 50 грамм кукурузный крахмал керек. Крахмалды қоса отырып, жақсылап барлығын салып аламыз. Содан кейін жай отқа қойып, қоюланғанша қайнатамыз. Міне отқа қойдым. Астын баяу қылып, осылайтып араластырып отырамын. Қазір қоюланғанша осылайтып араластырамын да, қоюланғаннан кейін холодильникке 5 минутке қоямын. Массасы міне қоюланды. Осыны енді ыдысқа құйып, суытып, холодильникке 5 минутке қоямын. Мен десерт дайын болды. Бетін сахарный пудрмен әдемілеп. Ас болды, сіздер жасап көріңіздер. Осылай шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ары қарай жалғастырамын. Қазір сіздерге тез дайындалатын птичье молоконы дайындайын деп отырмын. Ол үшін маған керек 4 жұмыртқаның ағы керек. Дайын болды. Енді 500 мл сүтке 40 граммдай шекер саламын. Және де 7 грамм агар салып, қазір жай отқа қойып қайнатамын. Міне асын бұқтырып қойдым да, жайлап жұмыртқаның ағын салып араластырамын. Аз-аздан сала отырып араластырамын. Міне дайын болды, осыны суығанша қоямын. 40 грамм сливочный майға 80 граммда шоколадты ертіп жатырмын. Енді 1 сағаттай холодильникке қоямын, салқындағанша. Міне птичье молоко дайын болды. Енді қазір көрейік бірге. Дәмі күшті шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай керемет сникерс пирогымен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Енді осы пирогтың рецептісімен сіздермен бөлісемін. Ал енді кеттік. Бізге керек 150 грамм май керек, 1 жұмыртқа, 4 ас қасық какао, 1 шай қасықпен разрыхитель, 60 грамм шекер, 200 грамм ұн керек. Ал енді бастайық. Жұмыртқамызды, майымызды және де шекерімізді салып, бастап аламыз.
Üstüne kakao'nun razırlıklarını salamız. Üstüne aralastırıp oturup onu salamız. Süt balançtan vinçikini aralastıramiz. Keyin koyulanlardan keyin polni aralastıramiz. Araya hamurumuzu kolмен ileyimiz. Жақсы илеп аламыз да, содан кейін барып табаға саламыз. Біркелкі хамырымыз шықты. Енді осыны екіге бөлемін. Қалған осылай жанына жасаймыз жан пирогымыздың. Жегін бәрін біркелкі қыламыз. Піскен уақытта нанымыз көтеріліп кетпеу үшін осылай вилкамен жасаймыз. Дайын болған қамырымызды холодильникке шамалы уақытқа салып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын дайындаймыз. Сгущенка пайдаланамыз. Содан кейін барып мынадай қою сапалы сгущенка пайдаланамыз да, және де 50 грамм орех пайдаланамыз. Сгущенкамыз 400 граммдай болады. Оның үстіне 50 граммдай орехімізді саламыз да, жақсы араластырамыз. Араласып болған начинканы, дайын болған начинканы жаңа холодильникке қойған қамырымызға саламыз. Начинканы салып, біркелкі жаямыз. Содан кейін 180 градусқа 30 минуттай пісіріп аламыз.
Yoğurmamız gerek. O için bizge 50 gram mayımız eritip aldık. Және де 50 gram arahis керек, және 90 gram şokolad керек. Şokoladımızı eritip alamız. Пирог дайын болды. Енді осыны 3 сағатқа әбден суығанша қоямыз. Болды 3 сағаттай суыды. Енді үстіне дайын болған глазурымызды құямыз. Bir тегіс қылып жағып, он 15 минуттай холодильникке қоямыз, салқындатып. Рафаэла тортын жасадым. Сіздермен қазір рецептісін бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда қоңыраушаны басып көре аласыздар. Ал енді бастайық. Тортты дайындамас бұрын ең алдымен біз бисквитін дайындап аламыз. Біздің жұмыртқамыз кішілеу болғандықтан 7 жұмыртқа алдым. Мен сарысы мен ағын бөлек алдым. 150 грамм шекер, 1 шай қасықпен глазурхиль саламыз, және кішкентай тұз, және 150 грамм ұн саламыз. Алдымен ақ жұмыртқамызға кішкентай тұз саламыз. 10 минуттай араластырамыз. 150 грамм шекерімізді жайлап салып отырамыз. Жұмыртқаның ағы осылай қоюланғанша жасаймыз. Енді мына жұмыртқаның сарысын кішкене ағарғанша жұмыртқаның сарысын ағына жайлап қосамыз да айналдырып аламыз. Електен өтіп келген ұнымызды жайлап осы дайын болған ақ жұмыртқаға саламыз да үстіне 1 шай қасықпен қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды аз мөлшерден сала отырып араластырамыз.
Диаметрі 22 сантиметр. Енді осына 180 градусқа 30 минутта пісіреміз. Бисквитіміз піскен піспегенін тексереміз. Ешқандай міне жұққан жоқ. Әбден суығанша қоямыз. Енді бізде тортымызға крем жасаймыз. Ол үшін бізге сливочное масло керек. Сливочное масло үй температурасында ерітілген болу керек. Сонымен қатар сахарная пудра, ванилин немесе ванильный сахар қосуға болады. Жақсылап араластыра отырып, ыстыңқыл сүтті қосамыз. Үтіктерін жазып аламыз да. Міне мынадай керемет крем дайын болды. Сіздерге де осындай крем жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тортымызға енді пропитка жасаймыз. Ол үшін бізге су мен және де сгущенка керек. Екеуін араластырамыз. Пропиткамызды дайындап қоямын да, енді тегістеп аламыз беткі қабатын. Осылай артық жерлерін кесіп тастаймыз. Тортымыз тегістелді. Енді бөлеміз екі бөлікке. Тортымызды екі бөлікке бөлдіктен пропитканы жақсылап жағып аламыз. Пропиткамызды жақтық, енді кремімізді жағамыз тортымыздың ортасына. Арасынан мұндай ақ шоколадтар саламыз. Достар, бүгін мен творожный пирог пісірейін деп жатырмын. Ол үшін бізге керек жұмыртқа, шекер, ұн керек, және де маргарин немесе май керек. Ең алдымен содан кейін барып бізге творог керек, сосын оған жұмыртқа, шекер керек. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Біздің майымыз
кемінде 150 грамм болу керек. Осыны жақсылап үккіштен өткіземіз. Ірік үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізген майдың үстіне шекерімізді саламыз. Шекерді көп салмаймыз, аз ғана саламыз. Сосын 150 граммдай ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін қазір ұнның илеуіне қарай тағы қосамыз. Осының үстіне 2 жұмыртқамыз саламын. Және де 1 қасық разрыхитель саламын. 1 шай қасықпен разрыхитель саламын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы да ұнымызды қосып береміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырды табамыз ішін майлап аламыз да осыған орналастырамыз. Бір кеткі болу керек барлығы. Жан-жағы, ортасы барлығы бір кеткі болу керек. Табамызды қазір отқа салған кезде асты көтеріп кетпеу үшін осылай қылып шанышқымен жасап аламыз. Дайын болған қамырымызды енді сәл уақыт тоңазытқышқа салып қоямыз. Кішкене салқындау керек. Оған дейін біз творогымызды дайындаймыз. Мынадай міне дайын творог аламыз, немесе
қолдан да жасалуға болады. Бұның ішінде тәтті шекері бар, тәтті торт. Үшеуін пайдаланайын деп отырмын қазіргі таңда. Осының үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Сәл ғана шекер салам, өйткені бұл тәтті торт болғандықтан. Егер сіздердікі бұндай тәтті торт болмаса, сіздер 50 граммдай шекер саласыздар. Жақсылап араластырамыз. Біздің торымыз дайын болды. Енді жаңа салқындап тұрған қамырымызды алып келемін. Қамырымыз салқындап болды. Осының үстіне творогты жақсылап саламыз. Жақсылап осылай жағып орналастырып етеміз да, жағып саламыз да, содан кейін барып 180 градусқа 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пешіміз қызып тұру керек. Енді әркімнің пеші әртүрлі. Біреулер бірден қыздырып салады, біреулер қыздырмай салады. Бұның ішіне ванильный сахарды салуға болады. Мен өзім көп ванильный сахарды пайдаланбайтын болғандықтан оны салған жоқпын. Міне пирог дайын болды, бірақ әбден суы керек. Осы пирог суығаннан кейін кесіп саламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Осылай етіп жақсылап суытып аламыз да. Сіздерге де кеңес беремін осындай пирог жасауға. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сәбіз пирожный жасау үшін алдымен сәбізімізді 400 грамм сәбізімізді кішкентай үккішпен өткізіп аламыз. Ең алдымен жаңа сәбізімізді үккіште өткізіп алдық. Енді 4 жұмыртқамызды үстіне 360 грамм шекерімізді аз-аздан салып араластыра отырамыз.
Біздің асымыз ағарғанша жасаймыз. Осының үстіне аз-аздан майымызды құйып отырамыз. Үстіне 2 қасықтай разрыхлителіміз саламыз. Сосын 320 граммдай ұнымыз саламыз. Ұнысын жайлап араластырып салып отырамын. Енді осы дайын тұрған қамырдың үстіне жаңағы күштен өткізген сәбізімізді саламыз. Оның үстіне 30 граммдық греческий орехімізді саламыз. Алдын ала дайындап аламыз бұны да. Енді ыдысымызға құйып 180 градусқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды, енді әбден суығанша қоямыз. Міне бізде суды жақсылап, енді осыны 2-ге бөлеміз. Творожный сырымыздан 400 грамм, сливкімізден 150 мл қоямыз да, ал сахарный пудра 150 граммдай саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Креміміз дайын болды. Осы кремді 2-ге бөлеміз. Қазір бетіне де жағуға алып қаламыз. Жақсылап жағып. Бетін жағуға мен кремді тартадан алып отырмын. Негізіне бояуды қосуға болады. Ең алдымен тарымызды жібітіп аламыз. 50 грамм тарыға қайнаған сүтімізді құйып бұқтырып қоямыз. Ең алдымен 150 граммдай печеньемізді ұнтақтап аламыз. Әбден ынтақталған 150 грамм печеньенің үстіне 250 граммдай талқанымыз саламыз. Оның үстіне 2 ас қасықпен шекеріміз саламыз. Және де 150 граммдай майымыз саламыз. Балымыз саламыз.
Және де бір қасықтай сгущенкамызды саламын. Біздің дайын болды міне. Бір массамыз, осы массамызды жақсылап орналастырып аламыз. Екі жұмыртқа, мен оның үстіне біз қаймағымызды саламыз. 200 граммдай. граммдай шекерімізді саламыз. Оның үстіне 2 ас қасықпен крахмал, кукурузный крахмал саламыз. Үстіне сгущенку да салуға болады. Қазір кішкене сгущенку да құйып жіберемін. Дайын болған массамыздың үстіне бұқтырылған тарымызды саламыз. градуста 1 сағатта пісіреміз, содан кейін барып 140 градуста 25 минутке қоямыз. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен медовик және де зебраның рецептісін бөлісейін деп отырмын. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Ал енді 2 жұмыртқа медовигімізді дайындап, қамырын холодильникке салып қоямыз. Сондықтан ең бірінші 2 жұмыртқамызды салдық. Үстіне 200 грамм шекерімізді саламыз. Араластырып аламыз. Оның үстіне үйдің температурасында еріп тұрған майымыз саламыз. 250 грамм сливочное масло саламыз. Үстіне 3 қасық, столовый ложкамен 3 қасық сүт құямыз. Жақсылап араластырамыз. Араластыра отырып, осының үстіне 2
столовая ложка балымызды саламыз. Осылайша буға қойып, жақсылап араластырамыз. Бір массаға келу керек. Осының үстіне бір қасық содамызды саламыз. Үстіне уксусымызды қойып. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне 450 грамдай біз 400-450 грамдай ұнымызды салып араластырамыз. Осылай араластырып отырамыз әбден. Ұнымыздың түйіршігінің бәрі кету керек. Міне жақсылап араласты, бір қалыпты. Бетін осылай пленкамен жабамыз. Сосын холодильникке салып қоямыз. Беттің нанын жаям. Холодильникке мен мынадай жақсы қатты 3 сағаттай қойдым. Енді осыны арнайы бөлеміз осыны енді. Осылай аламыз да, піскен ұнға алып, бірден осылай бөлшекке бөліп дайындап аламыз. Медовик тортының арасын жаратымыз дайындаймыз. Сливка қойдым. Кішкене қаймақ және сахарный пудра саламын. Жақсылап взбивать аламыз.
жанынан шыққандардың барлығын ұнтақтап аламыз. Медовик мен дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазір мен сіздерге зебра бисквитінің рецептін бөлісейін деп отырмын. 5 жұмыртқамызға үстіне 300 граммдай шекерімізді бөліп салып миксерлейміз. Осының үстіне 200 граммдай қаймағымызды саламыз. Оған 100 граммдай майымызды саламыз. Үстіне разрыхитель саламыз. Разрыхительді 2 шай қасықпен саламыз, немесе мына 10 граммдық. Осы разрыхитель біздерде 2 қасықтай болады. Немесе 1 қасық содамен жасауға болады. Ұнды сала отырып, жайлап араластырамыз. Ұнымыз араласып болды. Енді осыны 2-ге бөлемін. 2-ге бөлгеннен кейін бір бөлігіне 2 қасық, ас қасықпен какаоны қосып жақсылап араластырамыз да, бір бөлігін былай қалдырамыз. Енді 2 қасықтан құямыз. Пісімеді. 2 қасық құйдым. Енді осының үстіне 1 қасық құямын яқын. 2 қасық құямын. Құйып болдық, енді осыны әшекейлеп жібереміз. Мынадай керемет сметанник пирогымен рецептімен бөлісейін деп отырмын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаймыз. Комментарий жазып кетіңіздер. Ал енді бастайық. 100 грамм шекер, 1 шай қасық разрыхитель, 1 жұмыртқа, 150 грамм май және де 250 грамм ұн керек. Ал енді бастайық.
ары қарай қолмен араластырамыз. Дайын болды, енді таваға салып холодильникке қоямыз. Менің табам 26 сантиметр диаметрі. Енді осыны екіге бөлеміз де осылай жаямыз. Жан-жағынан жаямыз. Жан-жағын бірдей қылып, осылай немен шанышқымен бірдей қыламызды. Енді нанымыз піскен уақытта көтеріп кетпеу үшін астын осылай шанышқымен жасаймыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Бізге ол үшін керек 4 жұмыртқа керек, 100 грамм шекер керек. Осы шекермен жақсылап араластырып аламыз да үстіне 500 граммдай қаймақты құямыз. 500 грамм қаймағымызды құямыз. Жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Қатты араластырмаймыз, өйткені қаймағымыз сөгіп кетеді. Қаймағымыз дайын болды. Енді осыны дайын болған қамырымыздың үстіне құямыз. Бір келкіліп бетіне жаямыз да 180 градусқа 35 минутты пісіріп аламыз. Міне біздің сметанеміз дайын болды. Енді осыны әбден суығанша қоямыз. Сәлем достар, бүгін мен восточный пирогтың рецептін сіздермен бөлісейін деп отырмын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен қатар қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Енді бастайық. Барлық салып жатырған шекердің, майдың граммдарын описание жазып кетемін. Анамыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып аламыз да. Оның үстіне разрыхлителімізді саламыз. Шекерімізді саламыз. Және де майымызды саламыз. Жақсылап майды үйдің температурасына қойып жібітіп аламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Бұдан басқа пирогтардың рецепті менің каналымда бар. Қарап алуларыңызға болады. Қамырымызды осылай дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін табанымызды қайнап алып
Майлап аламыз да. Қамырымызды екіге бөліп саламыз. Қамырымызды осылай біркелкі алып тегістеп алып, қамырымыз піскен уақытта көтеріліп кетпеу үшін осылай шанышқымен жасаймыз. Содан кейін шамалы уақытқа холодильникке салып қоямыз. Осылай істеп мейіз өріктердің барлығын араластырып саламыз да, үстіне керек жаңғағын саламыз. Және де үстіне сгущенканы құямыз. Пирогымызды 180 градусқа 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне пирог дайын болды, әбден суығанша қоямыз.